Алаяқтық деген не? Заңға сүйенсек, алаяқтық дегеніміз бұл алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен бөтеннің мүлкін ұрлау, немесе бөтеннің мүлкіне құқықты иемдену. Алаяқтықта, тонауда, ұрлаудың, яғни заң тілімен айтқанда жымқырудың түрлері. Жымқыру дегеніміз өзгенің мүліктің ақысын бермей еліне отырып, мүліктің иесіне заңсыз түрде алып қою арқылы зиян келтіру. Алаяқтық кезінде жәбірленуші өзінің алданып жатқанынан бейхабар болады. Ұрлықты, яғни жымқыруды қылмыскер жасырын түрде жасайды. Тонау кезінде қылмыс ашық түрде жасалады. Тағы бізде қарақшылдық деген ұғым бар. Қарақшылықты, яғни шабуыл жасалған адамның өміріне немесе денсаулығына қауіпті зорлық, зомбылық пен немесе осындай зорлық, зомбылықты тікелей қолдану қатерімен ұласқан бөтеннің мүлкін ұрлау мақсатында жасайды. Қорытындылай келе, бұл ұғымдардың бір-бірінен басты айырмашылығы мүлікті иемдену тәсілінде жатыр. Қарызды қайтармай жатса, мұны алаяқтық деп тануды дәлелдеу өте қиын. Себебі, қарызға алып жатқанда оны алып жатқан адамның пиғылы әу бастан қарызды қайтармау болу тиіс. Бұл мән жайларды қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар анықтайды. Борышкердің қарызды алып, қайтармағанына жеткілікті дәлелдер болса, онда сотқа жүгінуге кеңес беремін. Борышкер қарызды қайтармағанын мойындаған болса, сот ақшаны өндіріп алу туралы талап қоюшының арызы бойынша шешім шығарады. Азаматтық іс пен қылмыстық істің қандай жағдайда ашылатынына мән берейік. Мәселен, сізден қарызды алды делік. Қиын жағдайда қалдым, келесі жалақымнан қайтарамын деп, немесе басқа да себептермен қарыз алып, алдағы уақытта қайтарамын десе, борышкердің ниеті әу бастан қарызды қайтару болған. Азаматтық іс әрдайым борышкердің ақшаны алу барысында қайтарамын деген ниетіне байланысты қаралады. Ал сіздің сеніміңізге кіріп, қиын жағдайда тұрмын, отбасыма керек, немесе осыған ұқсас себептермен ақшаны алып, кейіннен борышкер сізді алдап, ақшаны ойын сауыққа немесе мүлде басқа жерге жұмсап жіберетін болса, мұнан борышкердің сізге ақшаны қайтару туралы мүлде ойында болмағанын аңғаруға болады. Демек, қорытынды жасайтын болсақ, қылмыстық істі қозғау үшін борышкердің ең алдымен пиғылы ақшаны қайтармай кету болу тиіс. Біздің елімізде ұсақ түйек жымқыру қылмыстық кодекстің 187 бабымен реттеледі. Бұл бапқа сәйкес жеке тұлғалардың 2 аяқтан аспайтын мүлкін, ал заңды тұлғалардың 10 аяқтан аспайтын мүлкін ұрлайтын болса, бұл ұсақ түйек жымқыру деп танылады. Жоғарыда айтқанымдай, қылмыстық істі қозғау үшін міндетті түрде адамның пиғылы анықталу тиіс, яғни қылмыстың барлық құрамы түгел болу керек. Оның бірі адамның ниеті, мақсаты. Кейбір адамдар алаяқтарға миллиондап беріп жататында жалған емес. Күнделікті өмірде қызмет көрсету саласында алаяқтарға алданып қалмас үшін ең алдымен шартқа қол қоямыз. Шартта қызмет көрсетемін деген адамның жеке куәлігіндегі деректер,
тұрғылықты мекен жайы, банктегі есеп шоты, қысқаша айтқанда адам туралы барлық деректерді көрсету керек. Бұл деректер болашақта алаяқтық болған жағдайда жауапкершілікке тарту үшін аса қажет. Сонымен қатар, ақшаны ешқашан қолма-қол бермеңіз. Барлық ақшаны банк арқылы қандай жұмысқа аударып жатқаныңызды жазып аударыңыз. Банктік есеп шотыңыздағы аударулар алаяқтық фактісін дәлелдеуге көмектеседі.